Әдебиеттік оқу пәні тақырыбы менің киімдерім. Оқушылар, экраннан киімдердің суретін көріп тұрсыңдар. Қазір соған байланысты бейнероликті қарайық. Киім дегенге тоқтала кетсек, балалар, адамның денесіне киюге арналған бұйым, жасанды жамылғы түрлері. Киім адамды қоршаған ортаның, табиғаттың түрлі әсерлерінен қорғайды. Оның тұтыну мәнімен бірге ғұрыптық және белгілі бір мақсатқа қызмет ететін маңызы бар. Аяқ киім ыңғайлы, берік, сәнді әрі гигиена талаптарына, киілу шарттарына сай келіп, басқа киімдермен үйлесіп тұруы қажет. Ол табанды жарақаттанудан сақтап, адамның қимыл қозғалысына кедергі келтірмеу керек. Аяқ киім күтіміне келетін болсақ, балалар, аяқ киімді кремдеуден бұрын оны шаң мен кірден тазалап алу керек. Жылтырап тұру үшін крем жаққаннан кейін әуелі щеткамен, содан соң түгі бар жұмсақ матамен ысқылау керек. Аяқ киім тазалаудың да бірнеше түрлері болады, балалар. Бумен үтіктеу және құрғақ тазалау. Маусым ауысқан кезде бұйымдарды жуып, тазалап, үтіктеп, күйеден сақтайтын препараттарды сеуіп, келесі маусымға дейін сақтап қояды. Біздің бүгінгі тақырып менің киімдерім болғандықтан, көйлек хикаясы атты мысалды түсініп оқисыңдар. Көйлек хикаясы мысалының авторы Абдрахман Асылбеков. Ол кісі ақын, аудармашы, Жамбыл облысында туған екен. Мысалды түсініп оқы. 29-30 беттер. Шығармашылық тапсырма. Сені досың туған күніне шақырды. Туған күнге қандай киім киіп барар едің? Киетін киіміңнің суретін сал.